Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Өздеріңізге мәлім, 19-нан 20-сына қараған түнде мен хаттамаларымды алып жүрген кезде мынандай сайлау учаскелерінен адамдар жетіспеушілігіне байланысты екінші мектептің алдында бір адамдар белгісіздер сол сәттегі машинамыздың жүріп жүрген машинамыздың көлігіміздің алдын бұғап, артына өзі тұрып алып, машинаны жүргізбей тұрған болатын. Сөйтсек ол жоспарланған арандату болған екен. Дәл сол сәтте басқа адамдар менің атымды жамылып, басқа участоктерге барып, менің мынандай дәлелдеме хаттамаларымды сол жақта менің атым жамылып алып кетіп қалған екен. Соған байланысты біз қазір бірнеше участокте хаттамаларды ала алмай қалғанбыз, бірақ комиссия мүшелерінен болсын, сондай адамдардан жаңағы телефонға түсіріп алған нұсқаларын, ксеркстан өткізіп үлгерген нұсқаларын алып үлгердік. Енді толыққанды менде 27 участок бар, оның ішінде біреуі ауруханада участок ашылған жоқ, ол жақтағы адамдар құр дауыс беріп жіберген болатын басқа жаққа. 26 учаскенің қазір сіздерге толыққанды 5 қатысушының, яғни оның ішінде менде бар, солардың ат жөндерін атап отырып, жалпы қанша мынандай дауыс жинағанын шығаратын боламыз жалпылама. Өйткені қазір кентаулық болсын, облыстық болсын, орталық сайлау комиссиясы болсын, маған жалпы хаттаманы бермей отыр қанша дауыс алғанымды. Бұның бәрін бұрмалау мақсатында, сіздердің маған сеніп берген дауыстарыңызды ұрлау мақсатында деп есептеймін. Қазір соны куә болсаңыздар өздеріңіз. Нөбір, өздеріңізде бірге мынаны жазып отырыңыздар, қазір компьютерге жазып отырмыз біз, бізден де бір қателік келіп атқан болса, ескертерсіздер. Нөмір 35-ші сайлау учаскесі, бұл бізде 35-ші сайлау учаскесі, 23-ші мектеп. Біріншісі Досжанов 47, Жүсіпов 21, Омаров 23, Рахматулла, яғни мен 138, Садуов 74. Келесі, нөмір 36-ші сайлау учаскесі. Бұл бізде 10-ші мектеп. Досжанов 37, Жүсіпов 34, Омаров 21, Рахматулла Жанбол 195, Садуов 72. Бәрінің дегенде біз алып үлгергендердің мынандай мөрі бар. Түпнұсқалық 36-ші участке деп тұр, көріп тұрсыздар. 35-тікі де болған, көздеріңіз көрдіңіздер. 37-ші сайлау участок, бұл бізде 24-ші мектептің бір жағы. Біріншісін аяқтайын. Досжанов 32, Жүсіпов 26, Омаров 23, Рахматулла Жанбол 131, Садуов 74, 899 бізде участке түсіріліп алған екен. 899. 899-ды бұлай түсірген екен. Көрініп тұрма. Так, мінеке. Қаншалықты анық. Өздері сол жақта түсіріп алғандардың, түсіріп үлгергендердің маған жібергені. Бастайық. Досжанов 32, Жүсіпов 37, екеуін жазма. Омаров 38, Рахматулла Жанбол 173 па, 5 па? 173, Садуов 135. Одан кейін бізде 38-ші участок
38 участок телефонда екен бұлда түсірілгені. 38 участок бізде Гаухартас бала біргем. 37 участок. Досжанов 19, Жүсіпов 18, Омаров 40, Рахматулла Жанбол 231, Садуов 113. Мен көріп тұрмын, үстінен тұрып, біреу телефонға өзіне түсіріп алып жүрген. Қолдары, мөрі бәрі көрініп тұр. 39 сайлау учаскесі. Досжанов 30, Жүсіпов 21, Омаров, сіз аяқпен теп отырсыз. Омаров 29, Жанбол Рахматулла 165, Садуов 140. Одан кейін 40-шы сайлау учаскесі. Бұл бізде 3-ші мектеп. Досжанов 12, Жүсіпов 13, Омаров 10, Рахматулла Жанбол 44, Садуов 30. Қол, мөр бәрін көріп тұрсыздар өздеріңізде. Одан кейін 41-ші сайлау учаскесі, ол 1-ші мектептің бір беті. 41-ші участок. Досжанов 24, Жүсіпов 15, Омаров 27, Рахматулла Жанбол 95, Садуов 61. Келесі 894, бұл 1-ші мектептің 2-ші беті. 2-ші беті 894 жазыңызы. Досжанов 25, Жүсіпов 30, Омаров 19, Рахматулла Жанбол 137, Садуов 107. Мынау түп нұсқа қолымен жазылған. Мөрі бар. Келесі 42, 22-ші мектеп. Сайлау учаскесі 42, бірақ 22-ші мектеп. Досжанов 25, Жүсіпов 26, Омаров 33, Рахматулла Жанбол 114, Садуов 63. Көшірме мөрімен бірге өздеріңіз көрген боларсыздар. 43. Келесі бізде бұл университет. Университетте Досжанов 35, Жүсіпов 37, Омаров 31, Рахматулла Жанбол 259, Садуов 188. Көшірме мөрімен бірге. 44-ші сайлау учаскесі. Досжанов 15, Жүсіпов 14, Омаров 11, Рахматулла Жанбол 170, Садуов 118. Қол, мөр. 46-ші сайлау учаскесі бізде 4-ші мектеп. 46 бізде Досжанов 28, Жүсіпов 23, Омаров 32, Рахматулла Жанбол 124, Садуов 70. Қолдар, мөр, түпнұсқа. 47-ші сайлау учаскесі жастар орталығы. Досжанов 20, Жүсіпов 23, Омаров 21, Рахматулла Жанбол 140, Садуов 47.
48-ші сайлау учаскесі бізде 9-ші мектеп Байылдырда. Досжанов 12, Жүсіпов 28, Омаров 23, Рахматулла Жанбол 158, Садуов Талғат 41. Байылдырға келген тең жартысы адам маған беріпті. 49-ші участок. Бұл жарық, КПС, оңтүстік жарықтың ғимараты. Досжанов 22, Жүсіпов 34, Омаров 30, Рахматулла Жанбол 129, Садуов 90. Түпнұсқа қол, мөр. 50-ші сайлау участок, 12-ші мектеп. Досжанов 24, Жүсіпов 26, Омаров 20, Рахматулла Жанбол 63, Садуов 49. Қол, мөр. Дұрыс басылмаған соң дұрыстап басып соңын. 52-ші участок, бұл 16-ші мектеп. Оны біз қоқыстан тауып алдық. Терезесін делініп тұрған, бірақ жұлып тастапты біреу. Досжанов 49, Жүсіпов 36, Омаров 34, Рахматулла Жанбол 107, Садуов 99. Қолдары мөр 52-ші участке деп тұр. 54-ші. Одан кейін 54-ші сайлау учаскесі бар екен. Оның қағазы бізде жоқ. Қазір бұл бізде жоқ, 52, 53, 54 екен. 53 деген жоқ, 52, 54 екен. 54 бізде, бұл 7-ші колледжі. Бұл да ксерокс. Түсіріп алып, телефонға сосын барып шығарыпты бұны. Досжанов 44, Жүсіпов 39, Омаров 49, Рахматулла Жанбол 242, Садуов 168. Анық көрініп тұр ма? Көрініп тұр екен. Мөрлері, қолдары мөрлері бәрі бар. Одан кейін бізде 55, 2-ші мектеп. Досжанов 47, Жүсіпов 33, Омаров 51, Рахматулла 144, Садуов 102. Қолдары мөр, көшірме. 56-ші участок. 56 бізде бұл 17-ші мектеп екен. Досжанов 18, Жүсіпов 19, Омаров 19, 4-ші ол барлық жерде реттік сан 1, Рахматулла Жанбол 82, 5-ші Садуов 63, қолдары мөр. 57-ші участок. Менің жеңілген жалғыз участкім Кентау бойынша. Омаров 44, Жүсіпов 29, Омаров 44, Рахматулла Жанбол 64, Садуов 114. Мына жерде мен жеңіліппін, әділетсіз деп мен айқайламаймын. Міне, қол мөр. Қалай өткен бір Аллаға мәлім. 58-ші участок. Қашқари. Қарнақ яғни. Досжанов 157, Жүсіпов 111, Омаров 137, Рахматулла Жанбол 293. Универден бейік болып кеткен сияқты. Садуов 104. Қолдары мөр.
Одан кейін Шаштөбе 59-шы участок Шаштөбеде. Досжанов 58, Жүсіпов 80, Омаров 93, Жүсіпов 80, Омаров 93. Рахматулла Жанбол 223, Садуов Талғат 58. Қолдары мөр, көшірме. Мөр. Так. 65-ші участок Қарнақ мектебі. Досжанов 125, Жүсіпов 69, Омаров 118, Рахматулла Жанбол 184, Садуов 85. Қолдары мөр. 66-ші участок. Соңғы участок бұл. Компьютерге жазып жатыр, бір қосып жүрсін. Бұл жерде де кез келген қайсысы болса да маған жете алмайды. 66-ші участок бізде 11-ші мектеп Қарнақта. Досжанов 125, Жүсіпов 65, Омаров 103, Рахматулла Жанбол 219, Садуов 67. Қолдар мөр. 66-ші участок. Енді жалпы қорытындылап өтейік. Көрініп тұр ма екен? Так, анық көрініп тұр. Сайлау учаскелерінің нөмірлері, оның жанында қанша участок бар? Қойық. Анық көріну үшін. Бірінші Досжанов, Жүсіпов, Омаров, Рахматулла, Садуов. Жалпы 9448 дауыс беруші келіпті, бірақ бізді жалпы 46690 сайлаушыдан 9448 ғана келіпті. Енді Досжановқа 9448-дің 1106 ғана дауыс беріпті. Ол 11,7 дауыс алып тұр. Екінші Жүсіпов 907 дауыс алып тұр. Одан кейін Омаров 1079 дауыс алыпты, 11,4%. Одан кейін мен, Рахматулла Жанбол, 4024 дауыс алыппын, 42,6%. Одан кейін Садуов 2332 дауыс алыпты, 24,7%. Жалпы 9448 адамнан 4024 деген ол тең жартысына жақынын сайлаушылардың маған дауыс берген болып тұр ғой. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, әрбір дауысына жақта расталған. Мыналарды қалай ұрлайсыздар, түсінбеймін сіздерді. Қалай халқымыздың, отандастарымыздың дауыстарын қалай ұрлаймыз деп жоспарлап отырсыздар. Қазір менде 6 учаскенің мынандай хаттамасы болмай тұр. Жаңағы басында айтып өткенімдей арандату ұйымдастырып, мен төбелеске бірдеңеге кірістіріп жеріп, сондай да жоспарлар болған. Екінші жоспарлар дәл сол жерде машинамды бұғаттап тұрып, мен уақытымды алу арқылы мына 24-те 899 участок Гауһартастағы мәдениет үйіндегі 16-шы мектеп 7-ші колледж кітапханадағы хаттамаларды менің сенімді өкілдерімнің атынан барып алып кетіп қалған. Мен осыларға үлгермесін деп, осы жақтан дауысты жеміс деп есептеген ба білмеймін. Менде 26 участоктың 20-сыныкі бұлай қолымда өздерінің мөрлерімен бірге тұрды. Сонда 20 участок бұлай қалдырып, қалған 6-аумен мен жеңіп кетеміз деп ойлап отырсыздар ма? Түсінбеймін мен сіздерді. Орталық сайлау комиссиясы
облыстық сайлау комиссиясы, Кентаулық сайлау комиссиясы, округтік. Сіздер көшеге шықты, бірден кез келген адамнан сұрасаңыз да, кім жеңімпаз облыстық депутат, сіздерде кім десеңіз қазір жауап береді ғой, Жаңғыл Шекербекұлы Рахматулла екен, яғни мен екенме. Сіздер қалай? Мен сіздердің жоспарларыңыз дәл түсіне алмай отырмын. Қандай сөздер айтқым кеп тұр, бірақ атағым кеп тұр, сіздер бірақ түсінбей тұрмын. Қалайша сондай іс-әрекетке қалай барғыларыңыз кеп атқан. Қазір әдейіге бүгін 21-і сағат 22:16 кеше мәжіліс депутаттарын хабарлаған болатын. Бірақ бүгін облыстық хабарлау керек болған, әдейі хабарламай отыр. Қазір демалыстарда халықты Жамбыл былтырғы қаңтардағыдай көтеріп жермесін, келіп бізге талаптарын нақты қойып, алдымызға келіп, талаптарын қойып, жаңағыдай өз дауысын қайтарып алып, депутат болып кетпесін деп отырсыздар ғой сіздер. Сол үшін енді жеңімпаз болатын болсам, бүгін айту керек едіңіздер, ертең 22-сі айтасыздар ма, көреміз. Жеңімпаз болсам, айтпайсыздар. Сосын жұмыс күні Садуов жеңіп кетті дейсіздер, немесе басқа біреуін, маған халыққа бәрібір ғой, қайсысын айтсаңыздар да жалған айтасыздар ғой, менен басқасын. Міне менің қолымда ойдан емес, басқа жақтан емес, сайдан емес, WhatsApp-тан емес, өздеріңіздің міне кез келген участоктерін мөрі тұр ғой. 20 участок тұр ғой, міне 20 участок. Бәрі тұр ғой мен қолымда, барлық дәлел тұр ғой. Мінеки, жалпы келген сайлаушылардың санында тұр, бәрі көз алдымызда. Осындай міне, енді Назарбаевтың кезінде, Назарбаевтың билігі кезінде мына мұғалімдеріміз, сайлау комиссиясының мүшелері дауысты ұрлап, жаңағыдай учаскенің өзінде ұрлап, ретке келтіріп, керекті адамды ұтқызатын. Бұл жолы бақылау мықты болған соң, тәуелсіз кандидаттар түскен соң, тәуелсіз бақылаушылар болып, солардың әрқайсының бөлек-бөлек бір-біріне байланысты емес бақылаушылар болып, учаскелерде дауысты бұрмалай алмадыңыздар. Енді соның бәрін алып кетіп өткенде мені әні қазір береміз қалған учасктерді айтып тұрып, сосын бір автобус Түркістаннан спецназ келгеннен кейін өздеріңіздер видеодан көрдіңіздер. Біз бере алмаймыз, болды, біз кетіп баратырмыз дедіңіздер де, қаптарыңыз салыңыздар да тайдыңыздар. Енді жаңаша қандай түрін шығарады екенсіздер? Аң-таңмын. 42,6% менікі. Сайлаушыларыма рахмет айтқым келеді. Бұл соңы емес. Егер де дауыстарыңыз сіздердің ұрланатын болса, әрбіріңіздің дауысыңыз үшін күресеміз заңды түрде, бейбіт түрде. Сот бар. Сотты енді біздің құзырлы органдардың нотариусы деп атайды ғой, бірақ барынша тырысып көретін боламыз. Байланыста боламыз. Жамбыл Рахматулла аты жөнім.